Шартты оператор if, then, else-ны қолдану арқылы квадрат теңдеудің программасын құрып, шешуін шешіп көреміз. Квадрат теңдеуді шешпестен бұрын оның квадрат теңдеуде қандай формулалар қолданады және не керек, және ол формулаларды машина тілінде қалай жазатын бірінші анықтап алу қажет. Ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Бұл математика тілінде. Одан кейін a, b, c енгізгеннен кейін дискриминант табу керек. Ол деген v квадрат минус 4ac. Егер шарт енгізілген шыққан мән d-дан 0-ден кіші болатын болса, ол есептің мәні жоқ. Ал егер 0-ден үлкен болатын болса, экспрессияны табу керек. Ал енді программасын жазып кірісеміз. Программ квадрат айнымалар uses модуль қосып алайын. CRT айнымалы. Біз A, B, C-ны енгіземіз. Егер ол 0-ден үлкен болып қалған болса, мен бірінші дискриминант табуым керек d, одан кейін x1 және x2-ні табуым керек. Бұлардың типі real болады, өйткені бөлген кезде бүтін бөлшек сандар шығып кетуі мүмкін. Программа begin сөзімен басталады. Clear screen. Write ln. Мен не енгізуім керек? A, B, C-ны енгізуім керек. A, V, C-ны енгіз. Енгізу операторы read ln. A, B, C. Ал енгіздік. Арғырап дискриминант жазу керек. Дискриминант формасы v квадрат минус 4ac. Демек ол d меншіктеу оператор, яғни тең деген сөз. SQR d деп алуға болады, немесе d көбейтілген d деп алуға болады. SQR d. b, то есть b квадрат минус 4ac. b квадрат минус 4 көбейтілген a көбейтілген c. Біз көбейттік. SQR квадрат b квадрат минус 4ac. Егер біз тапқан d-мыз 0-ден кіші болатын болса, онда экранға write ln. Есептің мәні жоқ. Есептің түбірі жоқ. Есептің түбірі жоқ болады. Әйтпесе деген сөз ол d-дан 0-ден үлкен деген сөз. Әйтпесе begin енді жақшасын ашып алайық. Неше begin ашылған болса, сонша енді жабылады. Begin. Егер дискриминант 0-ден үлкен болатын болса, біз жаңа айттық x1 және x2-ні табамыз. x1 дегеніміз бұл жерде x1 меншіктеу оператор тең минус b плюс түбір астындағы дискриминант. Түбір асты деген SQRT d бөлінген 2 көбейтілген a және x2 меншіктеу операторы минус b минус SQRT түбір астында дискриминант бөлінген 2 көбейтілген a. Write ln. x1 тең үтір x1. Оның типін аламыз. 6-да 3. 6 деген ол нүктеге дейінгі бірінші сан, 3 деген нүктеден кейінгі екінші сан. Write ln апостроф x2 тең үтір x2 6-да 3 бұнда солай аласылайық.
6-да 3. Endi beginen bitdi. Odan keyin read ln. Cevabını koymak için ln endi. Qate жоқ шығар. Егер d 0-ден кіші болса, v квадрат минус 4ac run квадрат. A v c-ны енгіз дейді. 6, 5, 6, 2. Есептің түбірі жоқ. Дұрыс. Ctrl F9. Бізге есептің түбірі болу үшін d-мыз 0-ден үлкен болу керек. 1, 2, 3. Есептің түбірі жоқ. Басқа мән береміз. Ctrl F9. 3, 9 өткені менде A, V үлкен болу керек. Содан v квадрат минус 4ac болады. 1. Демек, x1-дің мәні осыншаға, x2-ның мәні осыншаға. Ал егер бізде v-ны кіші қылып, a-лар үлкен қылатын болсақ, 0-ден кіші болып сан шықпауы мүмкін. 2, 6 есептің түбірі жоқ. Ctrl F9. 1, 9, 2. X1 мынанша тең, x2 осынша.